болды. Біраз болып қалды ya көрмегенімізге. Сағынып қалдым сіздерді. Мерекелеріңізбен құттықтаймын шын жүректен. Жалпы мені кім деп танисыздар? Жалпы мені бұлай өзім бүйтіп қарасам, мен негізі пародист екенмін ғой. Пародия жанрымен жүрген адам екенмін ғой мен. Пародия жанр. Бұл пародия деген жанр қазаққа кенже келген енді ұғым ғой енді. Кейіннен келіп, Нұржан ата, Нұржан тұтып, Тұңғышбай аталарымыздан кейін. Жалпы бүйтіп жүрген тірлігімнен әр салушыларымнан бір нәрсе түрткі екен ғой. Еркін Нұржанов әнші бар ғой. Соның пародиясын салам деп 2006-тан бері дайындалып келатырмын. Оңай емес екен. 2006-тан бері дайындалып келатырмын. Болмайды, даусын салам, болмайды. Тұрысын, жүрісін, бәрін сабалдым. Тықаға. Өлеңнің бір куплет қайырмасы болады, содан кейін міне қаусады. Даусын саламайын, неғып екен. Салмақты ма, қаттық салмақты ма маған қарағанда. Даусын ары көрем, бер көрем, болмайды. Өткенде майовкаға бардық, бірінші май күні. Мангал, шашлық, қолыма картон қағаз. Ұрып тұрмын, бұрын Еркін Нұржанов салатын. Жапырақтар түсіп жатыр, жауып жер бетін. Дауысы болмайды. Мұрныма түтін келіп еді, Еркін Нұржановтың дауысы шықты ғой. Әр нәрсеге бір нәрсе себеп, Мұрныма түтін келді. Жапырақтар түсіп жатыр, жауып жер бетін. Құсады да? Қайтадан көрдім түтінді алып. Жапырақтар түсіп жатыр, жауып жер бетін. Сенсің бағым, сенсің таң нұрым. Болады екен. Маған сол түтіннің арасында дайындалады екен ол кісі. Одан кейін, анандай өлең айтады ғой. Сахнада жүрген кезде дым береді ғой, түтін береді ғой. Сол кезде таза ауаз деп жүреді ойдым. Қара шашың бар гүл ақтаған, кел шығарған шашыңнан ескейін. Теңізбейін. Медеу Арынбаев. Айнаға қарап тұрып, бүйтіп шашым тарап, бүйтіп өзім ойланып, бүйтіп тұрғам. Шашым тарап. Медеуге негіз ұқсайды екен бұлай. Бүйтіп, Медеуге бұлай бір нәрсеге ұқсайды екен. Бүйтіп қарап тұрдым да, түрім ба, бір адамгершілігім ба. Бүйтіп, ернімді сәл бүйтіп астыға қарай, төмен қарай түсіп, или жағым ба. Бүйтіп, жағым шығарып. Әкім болар мекенсің, алып толғалай. Батыр болар мекенсің. Сол жағымды одан сайын алдыға шығарып көрдім. Қаттырақ шығарып ерін. Жағым қат шығарғаннан кейін, адам жағын алдыға қат шығарғаннан кейін, көмейің тәріләді дағыны, еріндерің қиналып, адам шүстірі болып қаладың ба? Өткенде остановкаға барып тұрмын. Әр нәрсеге бір нәрсе себеп деген. Остановкада осы Астана қыстың кезі. Осы Астананың қысында өйтіп, остановкада өйтіп жаурап кеттім да, өзім жаурап тұрмын. Аяғым
Қобыз. Жаураған кезде айту керек Гүлнұр Оразымбетованы салу үшін. Қобыз, бабамызда қалған қобыз. Гүлнұр Оразымбетова, қошемет. Әлішер Каримов. Әлішер Каримовті салайды. Оқшым өткенде азанда ерте тұрдым да, ерте тұрып, өзім бір ұйқыдан тұрған кезде адам автоматически Әлішер Каримов болып қалады екен ғой. Екі иығың артқа кетеді екен, басың алдыға кетеді екен, екі аяғың сәл қысылады екен. Сыртқы есікті ашасың, дала қараған кезде күннің шуағы маңдайынан ұрған кезде есінейсің. Есінеген кезде сол дауыспен өлең айта бересің. Алаулаған от екенсің, жана алмаған шоқ бекенсің, тағдырыңның тармағанда бар мекенсің, шоқ бекенсің, күнім. Төреғали Төреәлін салайын дедім ойланып. Төреғали Төреәлін салайын деп. Сондай әдемі бір сымбатты жігіт қой. Аяқ қол дүп түзу. Ай, осы құртып қоймасам болған. Елдің алдында шығып абыройын төкпесем болғаны. Ай, осы салам. Бірақ концертіне барып жақын отырып көрішті. Концерттің алдына, концерттің орын алдына келіп отырдым. Полный концертін көріп шықтым. Бір нәрсе ала алмадым. Күшті болды концерті. Бірақ бір байқұс балаға бір жеріне суық тиген ба дейм. Ішіне жел қарысқан ба дейм. Ішін ұстай береді қайда-қайда. Шыдай алмай тұрған сияқты ма? Хайғама, анталама, анкарама, хайғала. Еще түшкіргісі кеп тұрған сияқты. Хава жұтып қайта. Шайғана шұшық. Болмасан өлеңі. Шалғап көңіл таңдағанымсың, әсем әуен салған әнімсің, көңіліме түрлі ой салған. Төреғали! Төреғали! Тоқта! Бауырым, үшкіріп аш. Болды, айта бер. Дегін кеп тұрады екен. Құрметті ағайын, бұл кісілерді әзілдейін, күлдірейін, бір жағына жақсы болсын, бір себеппен бірдеңе қылып айтайын. Бірақ, құрметті ағайын, бір нәрсеге бір нәрсе себеп қой. Сіздердің алдарыңызға шығып тұруымның өзінде бір себеп бар шығар. Себеп жақсылықты күндеріңізге себептеріңіз көп болсыншы, құрметті ағайын. Аманғали Сыпабеков. Өткенде остановкаға барып тұрмын. Әр нәрсеге бір нәрсе себеп деген. Остановкада, осы Астана қыстың кезі, осы Астананың қысында өйтіп, остановкада өйтіп, жаурап кеттім да, өзім жаурап тұрмын. Аяғым, қобыз. Жаураған кезде айту керек Гүлнұр Оразымбетованы салу үшін. Қобыз, бабамызда қалған қобыз. Гүлнұр Оразымбетова, қошемет. Әлішер Каримов. Әлішер Каримовті салайды. Оқшым өткенде азанда ерте тұрдым да, ерте тұрып, өзім бір ұйқыдан тұрған кезде адам автоматически Әлішер Каримов болып қалады екен ғой. Екі иығың артқа кетеді екен, басың алдыға кетеді екен, екі аяғың сәл қысылады екен.
Сыртқы есікті ашасың. Далаға қараған кезде күннің шуағы маңдайынан ұрған кезде есінейсің. Есінеген кезде сол дауыспен өлең айта бересің. Алаулаған от екенсің, жана алмаған шоқ екенсің, тағдырыңның тармағанда бар ма? Қайрат Байкенов және Формат тобы. Кеш жарық Астана. Болды. Біраз болып қалды көрмегенімізге. Сағынып қалдым сіздерді. Мерекелеріңізбен құттықтаймын шын жүректен. Жалпы мені кім деп танисыздар? Жалпы мені бұлай өзім бүйтіп қарасам, мен негізі пародист екенмін ғой. Пародия жанрымен жүрген адам екенмін ғой мен. Пародия жанр. Бұл пародия деген жанр қазаққа кенже келген енді ұғым ғой енді. Кейіннен келіп, жаңа Нұржан ата, Нұржан тұтып, жаңа Тұңғышбай аталарымыздан кейін. Жалпы бүйтіп жүрген тірлігімнен әр салушыларымнан бір нәрсе түрткі екен ғой. Еркін Нұржанов әнші бар ғой. Соның пародиясын салам деп 2006-тан бері дайындалып келатырмын. Оңай емес екен. 2006-тан бері дайындалып келатырмын. Болмайды, даусын салам, болмайды. Тұрысын, жүрісін бәрін сабалдым. Тықау. Кенсің, жоқ бекенсің, күні. Төреғали салайын дедім ойланып. Төреғали салайын деп. Сондай әдемі бір сымбатты жігіт қой. Аяқ қол дүп түзу. Ай, осы құртып қоймасам болғаны. Елдің алдында шығып абыройын төкпесем болғаны. Ай, осы салам. Бірақ концертіне барып жақын отырып көрішті. Концерттің орын алдына келіп отырдым. Полный концертін көріп шықтым. Bir нәрсе ала алмадым. Бірақ күшті болды концерті. Бірақ бір байғұс балаға бір жеріне суық тиген ба дейм. Ішіне жел қарысқан ба дейм. Ішін ұстай береді қайда. Шыдай тұрған сияқты ма? Хайғама, анталама, анкарама, хайғала. Еще түшкіргісі кеп тұрған сияқты. Хава жұтып қайта. Шайғана, шұшық. Болмасан өлеңі. Шалғап көңіл таңдағанымсың, әсем әуен салған әнімсің, көңіліме түрлі. Теңізбейін. Медеу Арынбаев. Айнаға қарап тұрып, бүйтіп шашым тарап, бүйтіп өзім ойланып, бүйтіп тұрғам. Шашым тарап. Медеуге негіз ұқсайды екен бұлай. Бүйтіп, медеуге бұлай бір нәрсеге ұқсайды екен. Бүйтіп қарап тұрдым да, түрім ба, бір адамгершілігім ба. Бүйтіп, ернімді сәл бүйтіп астыға қарай, төмен қарай түсіп, или жағым ба. Бүйтіп, жағымды шығарып. Әкім болар мекенсің, алып толғалай. Батыр болар мекенсің. Сол жағымды одан сайын алдыға шығарып көрдім. Қаттырақ шығарып ем, ерін жағым қат шығарғаннан кейін, адам жағын алдыға қат шығарғаннан кейін, көмейің тәріледі дағыны.
еріндерің жиналып, адам шүстірей болып қалады екен ғой. Өлеңнің бір куплет қайырмасы болады, содан кейін міне қауысады. Даусын саламайым, неғып екен. Салмақты ма, қаттық салмақты ма маған қарағанда. Даусын ары көрем, бер көрем, болмайды. Өткенде майовкаға бардық, бірінші май күні. Мангал, шашлық, қолыма картон қағаз. Ұрып тұрмын, бұрын еркінді жанып қалатын. Жапырақтар түсіп жатыр, жауып жер бетін. Дауысы болмайды. Мұрныма түтін келбеді, еркінді жанып дауысы шықты ғой. Әр нәрсеге бір нәрсе себеп, Мұрныма түтін келді. Жапырақтар түсіп жатыр, жауып жер бетін. Құсады да, қайтан көрдім түтінді алып. Жапырақтар түсіп жатыр, жауып жер бетін. Сенсің бағым, сенсің таң нұрым. Болады екен. Маған сол түтіннің арасында дайындалады екен ол кісі. Одан кейін, анандай өлең айтады ғой, сахнада жүрген кезде дым береді ғой, түтін береді ғой. Сол кезде таза ауаз деп жүреді ойдым. Қара шашың бар гүл ақтаған, кел шығарған шашыңнан ескейін.